Ұлдар, егерде дәл осындай стильде киінетін болсаңдар, 100% барлық қыздар сендерге ғашық болатын болады. Және де дайырке маған осындай сұрақ келді, давайте осы сұраққа да жауабын қысқаша айтып кетейін. Қыздар, бұл видеоны өзін қатты жақсы көретін ұлдарға жіберіп қойыңдар. Ең көзге бірден түсіп өте әдемі көретін стиль бұл кәдімгі минимализм классикалық стилі. Минимализм түс дегеніміз ол кәдімгі пастельді базовый киімдерден, базовый түстерден құралған киімдер. Мысалға мынау фотоларға қараңдар. Жай ғана осындай двойка классикалық кофтамен базовый ақ түсті кофта кисеңдер, бұл стильдерін уже көзге көрінетіндей әдемі болады. Бірақ та ұлдар жай ғана базовый киім кие бермей, міндетті түрде оған аксессуар қосып үйреніңдер. Бұл стильдерінде өте қызықты, өте дорого, богато, өте мужественно көрсететін болады. Міндетті түрде өздеріңе әдемі күнделікті киіп жүретін ыңғайлы базовый сағат алып қойыңдар. Ұлдардың стилінде өте қатты үлкен рөл ойнайтын кәдімгі қарапайым аяқ киім. Аяқ киім біріншіден таза, екіншіден кәдімгідей сапасы жақсырақ. Бірнеше екі аяқ киім алып қойсаңдардың өзі былай жеткілікті. Мысалға дәл осындай форматтағы аяқ киімдерді қарап көріңдер. Келесі стильде біз многослойность деген стильді ұғымды қолданамыз. Ол мысалға қараңдар, дәл осы фотодағыдай кофтаның үстіне рубашка, белдік, міндетті түрде осылай үсті-үстіне кию арқылы образды өте қызықты етіп, классикалық болсын, спорт стилі болсын, өте қызықты қылып сочетать етіп үйрену керек. Мысалға примерно осы фотолардағы киім үлгілерін қарап көріңдер. Және де осы жазда қатты актуальны болатын ол пляжный стиль, яғни жай ғана хлопковый материалдан жасалған, льнадан жасалған материал болсын, жай ғана осындай ақ түсті классикалық, бежевый түсті классикалық жұқа шалбар мен жұқа рубашка. Міне жай ғана осындай кішкентай маленький ұғымдар арқылы стильдерінде кәдімгідей өте стильна қылдырып әдемі ете аласыңдар. Тағы да осындай пайдалы кеңестер профильде көбірек мені жоғалтып алмау үшін тіркеліп қой.